даланың адамы мысалы, иә. Біздің қазіргі уақытта бәрін еркектің мойнына байлап қойған ғой. Матриархат сондай. Еркек все должен, еркек деген жұмыс істеу керек, еркек деген өйсту керек, еркек деген асырау керек, еркек деген өліп талу керек, үй салу керек, машинаны алу керек, балаға памперс алу керек. Мысалы, сол сұрақты, жоқ Айдана, сол сұрақты ер адамдарға айтсаң бүйтеді, бір каша жей беріп сайып ал дейді, мысалы, какая разница деймін, ол адамдікі де сол нәрсе, бәрі бір жерде тұр, жанында тұрған жоқ, я артында тұрған жоқ, бір жерде тұрған нәрсе ғой, мысалы. Сол адам, мен мысалы өзімнің басым қанша ойласам да санам жетпейді, ер адамдар не үшін әйелдеріне измена жасайды деп. Мана мына жерде жігіттер айтып жатыр, манағыдай андай әйелдер дұрыс жүру керек, әйелдер сұлу болу керек деп. Қалай енді? Өз-өзіңді күту керексің ғой, короче. Күтіп жатқан әйелдердің де күйеулері измена жасап кетіп жатқан жоқ па? Жасайтын адам жасайды. Ол не істейсің? Ол логика, ол еркектің жүрегіне 4 қатын сияды. Міне айтып жатыр, мына жерде міне қараш, Асан дегенді барады дейді. Мен 2000 жылға қызға бардым дейді. Мен оны. Енді тыңдасай, мен оны астындағыларын біліп тұрмын, мен еркек азаматтың психологиясын біліп тұрмын, потому что олардың жүрегіне 4 қатын сияды. 4 қатын. Ол Құдай солай жаратқан. Ол барады. Ол сен бармайды деп ойласаң да, ол барады. Ой, Құдай қатындар уже жасап жатыр. Сіздер отқанда дейді. Я сол ана Ерғали айтып жатты, қатындар неге шөп салады? Мен солай ойлаймын. Бай қатындар не үшін әйелдеріне шөп салады? Әйелі бар еркектер не үшін мысалы манағы әйелдеріне шөп салады? Сол ғой сұрақ деген. Много дозволено. Қатындарға много дозволено, сосын жасайды. Еркектердікі ондай емес. Әйелді құтыртқан еркектер қазір слабонервные мужчины пошли. Сөз өтпейді қазір ер азаматтың. Көп ер азаматтар слабонервный. Артық сөйлегісі келмейді. Әйел адаммен қазір сағаласады. Әйел адам өзінікін пихать етеді. Әйел адам бір саты төмен деген жоқ қазір. Сыйлау жоқ. Соны көрген еркек адам болды қойшы дейді да қолын сілтейді. Оны көрген әйелім бостандыққа кетеді. Өз-өзін ұстай алмай кетеді әйел адам. Мысалы кейбір ер азамат жігіттер айтады, мен әйелімді жақсы көрем, әйелім маған ұнайды, әйелім маған 3 бала туып берді, 4 бала туып берді, мен оны жақсы көрем, сыйлаймын дейді. Бірақ сөйте тұра измена жасайды да, басқа біреумен жатады, басқа біреумен тұрады. Енді қара, ол жасайды ғой. Жүрек бар ғой, жүрек қара, ол әйелге барады да, керек емес нәрсесін шығарады да кетеді. Бірақ ол семьясымен қалады. Ол өзіне не нужный. Мысалы, сен жаңа айттың ғой, мен үйленген еркекке барғың келеді дедің ғой жаңа. Сол сен сияқты бір қатынға барады. Өзін не нужный бір какой-то атмосферасын алады да, саған шашып кетеді да, әйеліне новый адам болып барады. Сен сол негативпен қалып қоясың. Сен де ары қарай кете бересің, ол да кете береді. Мен өзімнің басымнан өткен жоқ та, бірақ талай семьядан көріп жүрмін да, мысалы, күйеуі әйелін измена жасайды, әйелі любой сообщение, любой немен ұстап алады. Маған модератор берші. Сосын айтады да, сен неге манағыдай менің сыртымнан ойнаш жасайсың, сен неге менің сыртымнан көзіме шөп саласың, мен сонда кіммін саған бірдеңе деп қырылып атады. Ер адам келеді да бүйтіп айтады да, ер адамға бәрі позволено дейді. Ер адамның ешқандай көті ашылмайды дейді. Әйел адам ер адамның сыртынан ойнаш жасаса, әйел адамның көті ашылып қалады дейді. Сол мысалы дұрыс па деймін да, мысалы әйел адам мен ер адамның құқығы бірдей емес пе? Жоқ. Құқығымыз бірдей. Бірақ сен деген никогда не забывай, сен бір саты төменсің еркектен. Сенің әйелде намыс, әйелді намыс, ар намыс сақтайды. Сен сонда намысыңды қайда кетті? Мен вообще түсіне алмаймын. Мен измена жасайтын әйелдерді түсінбеймін, мүлдем түсінбеймін. Потому что ол өте дұрыс емес нәрсе. Ол біріншіден ол ертең ар жақта сұралады. Екіншіден ол уже өзін сыйламағаны, ерін сыйламағаны, өзінің әке шешесін сыйламағаны, ол қыз уже... Жоқ, еңілік деген жігіт айтады, төменде құқығы бірдей емес дейді. Сонда әйелдің құқығы басқа, ер адамның құқығы басқа ма? Сонда әйел адам измена етсе, жоқ қараш, әйел адам измена етсе, оның изменасы ешқашан кешірілмейді, ол күнә. Ер адам измена етсе, оның изменасы кешіріледі, ол күнә емес та. Сонда неге, не үшін? Мен не айтып жатырмын саған, Шолпан, сен деген сұрақты тупо қоя бермейші, тыңдашы бір мезгіл. Құқығы екі түрлі, екеуінікі екі түрлі.
әйел адам бір саты төмен тұру керек. Еркек барады, ол сен айтып тұрмын ғой, жаңа сүйем күйем деп тұрған еркек, ол әйелін сүйіп тұрады, бірақ барады. Когда Неге, не үшін барады, Айдана, не үшін барады? Тыңда, мені қара. Когда у мужика стоит, у него голова не работает. Это ол мисыз, өзі білмей, онда ер адамдар мисыз ба? Менің түсінігім сондай онда. Ер адамдар онда мисыз. Иә, миссыз, ол сондай, не істейсің ер азамат сондай. Ақыл, сен қасында жүрген, сен оны ақылшысың. Сен оны өзін ақылымен бөлісесің. Ол сен ақылын тыңдап, ол саған бөліседі. Ол сондай ғой, әйел адам еркексіз өмір сүре алмайды, еркек адам әйелсіз өмір сүре алмайды деп бекер айтпаған ғой. Сен оны минусын жабуың керексің, көтін аша бермей. Сен ақылын тыңдап, ол саған бөліседі. Ол сондай ғой, әйел адам еркексіз өмір сүре алмайды, еркек адам әйелсіз өмір сүре алмайды деп бекер айтпаған ғой. Сен оның минусын жабуың керексің, көтін аша бермей. Ол да сенің минусыңды жабу керек, ол да сенің көтін аша бермей. Сонда ер адам, мысалы, менің күйеуім болса, менің күйеуім изменасы спокойно жүре беру керек те, мен үндеме мына жақта соның көтін жауып отыра беруім керек па? Ведущий емес, мен сөйлеп отырған. Әне құқығы тең емес дейді. Менің миым жетпейді бәрі ғой. Мен неге мысалы жоқ бірдеңе болса, мысалы мен деп айтпай ақ қойын, Құдай сақтасын, бірақ бір әйел мен бір еркекті алайық та, мысалы екеуі ажырасып кеткенде, ана жігіттің мамасы барады да, әйелден көреді да. Қосыңда штетер болды ғойшы. Не айтады? Қосыңдар бір жігітті ақылын тыңдайық та, кім не айтады екен? Қайда барсаң да тең емес. Тең емес, мен де айтып тұрмын, тең емес. Әйел адам бір саты төмен тұру. Жоқ, менің күйеуім мені итпей кетсе, мен оны ешқашан да кешірмеймін. Ақыл маған кешіріп оны. Кімді? Сендер қыздар, мысалы, сендер қыздар, әйел адамдар, әйел қауымына айтайын, сендерді күйеулерің изменять етіп, сендер көздеріңмен көріп, қолдарың ұстаса, сол ер адамды өзіңнің күйеуің бола тұра, 5 баланың әкесі бола тұра, сол адамды кешіресіңдер ме? Одан кейін ол адаммен қалай сен қасында жатып, қалай сен өмір сүресің дальше? Неге ажырасу керек? Потому что сен сияқты жаңағы ер азаматқа барып, төсектің астына түсетін қатындар кінәлі болады. Қыздар, сәлем. Саламатсыз ба? Қыздар, сәлем. Қалдарың қалай? Айтшы Ербол өзіңнің ақылыңды. Міне Ербол, мысалы сізге өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп кетіңізші біздің айтып жатқан темамызға. Жоқ, енді сендерге былай айтайық, сендер енді кішкене бір-бірін тыңдандырсыншы. Сендерге қалай айтсам, көп тыңдап жатырмын, сен кім бар ғой, саған айтып жатқан, жауап беріп жатқан қыз. Ол примерно 50% дұрыс айтып жатыр. Сен кімге айтып жатсың ғой, мына келіншекке түсіндіріп. Шолпанға айтып жатыр, Шолпанды мен дым түсініп жатқан жоқпын, Ербол маған түсіндіріп айтыңдар. 50% дұрыс айтып жатыр. Енді былай алыңдар, сендер сөз тыңдаңдар, перебивайте сендер. Давай. Бұны бар ғой. Давайте орысша айтқанда грамотно и цивильно, давай рассуждаем по полочкам. Давай. Полочка. Все, давай. Біріншіден, бұны әлі ешкім зерттемейді. Бұны не только қазақ, бұны дүние жүзінде еркек пен әйелдің осындай явленияларын әлі ешкім диагноз қоймаған әлі. Оның диагнозын қоймаған әлі. Ол явление болып қалған. Келісесіңдер ме? Ол не явление? Мен келсем. Явление. Не ол явление? Ербол сонда явление деп, сонда ер адамдар сөйтіп ойнаш жасап жүре беру керек па? Көрдің ба, Шолпан, сен адамды тыңдамайсың, пускай оны дасташ, сосын тыңдаймыз, айтамыз. Шолпанның нервысы саған жетіп отыр екен. Сен тыңдамайды екенсің, кім ренжеме. Ол мен ештеңе явление деме, қазақша айтшы, Ербол, мен орысша түсінбеймін, қазақша айтшы. Мен эфир аралап келем, давайте. Түсінікті қылып айтшы, Ербол. Айтқанда былай ғой, примерно, еркек адамның табиғи жаратылысы солай. Неге, не үшін? Ер адамды сонда Алла тағала ойнаш жасасын деп жаратқан ба? Бұқа бар ғой. Не. Мен аяқ кетіп қояды.
ойбай Серкеш, мен айтам да мысалы әйел адам мен ер адам екеуі жоқ тыңдашы. Жоқ, сен енді тыңдашы, ана жігіт айтады да, кіріп келіп явление, сонда Алла тағала ер адамды ойнас жасау үшін жаратқан ба? Енді не үшін сонда ер адам? Жоқ, енді ер адам ойнас жасау керек те, жұмыс істеппін ғой. Сосын әйел адам ойнас жасамау керек па? Қалай, мен дым түсініп жатқан жоқ, вообще миым жетіп жатқан жоқ.